тұтынушылық несиеде бір жақсы инструмент пайда болды, бөліп төлеу дейтін. Сол инструментті еркін пайдалануға болатын болды көбінесе. Ол да несиенің түрі. Ол да сол тұтынушылық несиенің түрі. Былай қарағанда адамдар көп үстінен пайыз төлеп жатқан жоқпын деп есептейді. Бірақ банктың пайдасы сол тауардың ішінде тұрады бәрібір. Бірақ азаматтар артық төлем жасамай-ақ мен осы тауарды бөліп төлеймін деп алады. Сол көп нарықтан таландырды деп айтуға болады. Азаматтар сол күтіп отырады. Қашан осындай 2 жылға дейін тіпті бөліп төлеу инструменттер берілсе, сондай кезде қымбат заттарды алып қалсақ екен дегендей. Және де сол уақыттарда көбірек тауар алып қоюға да тырысады. Бірақ енді бұл жерде осы белгілерді нарықты ынталандырып жібереді. Бірінші мәселе, екінші мәселе банктер тарапынан да. Мысалға азық-түліктің тауарлары барлығына қазір несие алу мүмкін болып кетті. Былай қарайтын болсақ, ең маңызды деген құндылықтар бар. Ол бірінші кезекте ол несиені егер алып жатсаңыз, қанша пайызбен алып жатқаныңызды нақты білу.